Қоғам адам арқылы қалыптасады, адам қоғам арқылы дамиды. Әр адам өзінің орнын тапқанда, өзіне тән миссиясын сезінгенде қоғам ілгерілейді. Мен үшін ол миссия ұстаз болу. Ұстаз бұл ұлы жауапкершілік. Бүгін мен еккен дән ертең өз жемісін береді. Сол жеміс еліміздің еңсесін көтеретін, рухын биіктететін саналы ұрпақ болмақ. Уақыт көші тоқтаусыз алға жылжиды. Әр дәуірдің өзіндік жаңалығы, адамзатқа сыйлаған ерекше құралдары бар. Бүгінгі күннің басты жетістігі жаңа технология мен жасанды интеллект. Олар тек техникалық жаңалық қана емес, білім әлеміне тың-тыныс әкелген құдіретті күш. Білім беру үдерісінде жаңа технология мен жасанды интеллектті қолдану уақыт талабына сай туған тың мүмкіндіктер, зерде мен зейіннің тоғысуы. Сабақ үстінде жаңа технологияны пайдалану оқушының қиялын шарықтатып, білімге деген ынтасын оятады. Әрбір интерактивті тақтада сурет, әрбір цифрлы құралдағы тапсырма шәкірт санасына жаңаша ой салады. Жасанды интеллект сабақта қолдану оқушыға дайын ақпарат берумен шектелмейді. Ол ізденіске жетелейді, шығармашылыққа баулиды. Репетитор болуға баулу бұл жай ғана қосымша сабақ беру емес. Бұл жас ұрпаққа жауапкершілік пен қамқорлықты сезіндіру, білімді бөлісудің қуанышын үйрету. Әр шәкірттің ой өрісін кеңейту арқылы қоғамның болашағын қалыптастыру. Репетиторлыққа баулу арқылы біз жастарға тек білімді жеткізу емес, адамгершілік пен шыдамдылықты, мейірім мен қайсарлықты үйретеміз. Жинақталған тәжірибе тек жеке адамның қазынасы емес, ол қоғамға ортақ байлық. Тәжірибені өзгемен бөлісу, жүректен шыққан шырақты өзгенің алауына жағу іспеттес. Қарттарға қамқорлық жасау, сенбілікте бірлесіп еңбек ету, ағаш отырғызып болашаққа үлес қосу, осының бәрі адамның қоғам алдындағы парызын көрсетеді. Өйткені шынайы бақыт тек өзің үшін ғана емес, өзгелер үшін де жақсылық жасай білу. Адам еңбегінің жемісін көру ең үлкен қуаныш. Күнделікті атқарған іс, төккен тер, жұмсаған уақыт пен жігер ешқашан зая кетпейді. Соның айғағы ретінде қолыма табысталған марапат мен үшін тек қағаз емес, еңбегіме берілген қоғамның бағасы, жүрекке қонған сенімнің көрінісі. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға.